Баршаңызға сәлем. Адам ағзасына ең қажетті дәрумендердің бірі Д дәруменіне бай өнімдермен танысатын боламыз. Ең алғашқысы майлы балықтар. Лосось, тунец, скумбрия, сардина сияқты балықтар Д дәруменіне өте бай болып келеді. Және балық майы, әсіресе треска бауырының майы Д дәруменіне бай өнімдердің бірі болып есептеледі. Одан кейінгісі күнбағыс майы. Күнбағыс майының кейбір түрлері Д дәруменінің жоғары мөлшерін қамтиды. Келесі өнім сиыр бауыры. Д дәруменінің көзі болып табылады. Сондықтан сиыр бауырын күнделікті тағамдарыңызда қолдануды ұмытпаңыздар. Келесі тағы бір өнім жұмыртқа сарысы. Әсіресе табиғи жолмен өскен құстардың жұмыртқалары Д дәруменіне өте бай болып келеді. Кейбір саңырауқұлақтар. Күн сәулесіне әсер еткен кезде Д дәруменін синтездейді. Мысалы, шампиньондар. Бұл өнімдер денедегі Д дәруменінің деңгейін көтеруге көмектеседі, әсіресе күн сәулесі жеткіліксіз болған жағдайда. Осы сияқты тағы да қажетті ақпараттар алу үшін каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.